Қазір не болады? Қазір конференция болады. Пресс-конференция болады. Қай жақтан келдіңіздер? Мен Шолпаннан келдім. Шолпаннан келдіңіздер ме? Мен де Шолпаннан келдім. Осында Қарақолда 3 жыл оқыған, мен 66 жылым. Рая бәріміз бірге бітірдік. Менің мамаммен, анашымның класстасыз, сыныптасыз. Біздеген 2 жылдан кейін бітірдім мектепті. Бұл ұстаз. Қай рая? Қарпықова. Төбет, руы төбет бұлардың. Энциклопедиясы, электронды кітап. Рахмет, қадірлі ағайын. 90 жылдық мерекеміз құтты болсын. Бізде жоспар бойынша бұл ғылыми практикалық конференция. Сіздердің алдарыңызда біз Қарақол аспан секілді бүгінгі кеше электронды және цифрлық трансформацияға өттік. Енді 20 жылдан кейін бізде мектеп, кітапхана деген түбір жойылады. Барлығы сіздер айтып тұрғандай келесі слайдта электронды кітапханаға өтеміз. Біз жайбарақат жүргенде қазақ ман деген сондай жоспарлар басталып кетті. Бұл 21-ші ғасырдағы біздің үніміз, біздің жобамыз. Келесі. Енді біз әлемдік көштен қалмауымыз керек. Көп тұрғанда бізде сілтеме бар, Google Books, Play Market деген. Осы арқылы біз Қарақолда тұрған әрбір адам, әрбір жанұя, әрбір тұлғаның өткен істері, атқарған жұмыстары және соғыс еңбек ардагерлері туралы біз электронды енді сіздер сияқты. Міне қараңыздар, жанында жазылып тұр сілтеме. Сіздерге арнайы код беріледі.
play Google Books Reader and GAA PhD деп аталады. Сондықтан бұны дүние жүзінде мысалы бізде 7 миллиард адам болса, осыны 4 миллиард адам қазір көріп отыр. Келесі слайд. Егер қарақол тарихы десек, бізде өтіп кеттіңіз, асқыңыз. Қарақол тарихы дегенде бізде атақты ғалымдар бар. Әлкей Марғұланов 1980 жылы Алтай Аманжолов деген атақты түркөл ғалымды осы Таскескенге жіберген екен. Сонда олар қарақол арқылы өтіп, біздің Таскескен маңындағы Сартеректен кім бар? Қол көтеріңіз. Сартеректен бас қарауыл деген жерде мына бізде есік дейміз, сосын бізде Өскемендегі алтын адам дейміз, Сартеректе алтын адамның қорығы жатыр. Осыны айтуға болады. Сартеректе екіге бөледі, бас қарауыл және кіші қарауыл деп. Сол жерде бізде дүние жүзінде Біріккен Ұлттар ұйымында жәнегі ЮНЕСКО деген комитет бар. Сол бас қарауылда және кіші қарауылда сақтар қорымы жатыр екен. Сондықтан оған Біріккен Ұлттар ұйымы миллиард ақша бөледі. Сондықтан мына жерде егер мұғалімдер, жастар, оқушылар отыратын болса, мына жобаға мен шақырам сіздерді. Рахмет. Келесі үлкен сенсация деуге болады. Шыңғысхан империясы дүниесін жаулап алғаннан кейін, ол барлық жерде өзінің елшілігін ашты. Ең бірінші елшілікті Византияда Марко Поло келіп, Қарақорым дейді ғой. Қарақорымға анау Италиядан біздің Қарақол өзі Аягөз өзен арқылы біздің Қарақолдан өткен екен. Міне алдарыңызда соның Вильгельм Рубруктың дәлелі келтіріп отыр. Бұл біз үшін өте жұмбақ. Бар айтады, Вильгельм Рубрукт деген ол кім? Ол осы мына Қарақолдың маңынан өткен адам. Сондықтан сіздер үшін, біздер үшін үлкен жетістік деп есептеймін. Келесі. Мынадай адамдардың есімі атылып отыр. Шоқан Уәлиханов, Адольф Янушкевич, Сәкен Сейфуллин, Ораз Жандосов, Торғағыл Мұсабайұлы, Сәдуақ Асқар Сағұлұлы, Отыншы Әлжанов, Петр Авров, Борис Аненков. Біз ойлаймыз 32 жылы Қарақол ашылды, бірақ Қарақол 32 жылы ашылған жоқ. Қарақолдың алдында патшалы Россия болды, патшалы Россия. Мына жерде Продразверска деген сондай мемлекеттік бағдарлама болғанда адамдар құдалауға ұшыраған екен. Қарап отырғандай бұл жерде тіпті 1919 жылы 3 миллион адам қырылып кеткен екен. Олар біріншіден жазықсыз атылған, екінші үкіметке қарсы шыққан, үшіншіден мына жергілікті жердегі әлеуметтік мәселелер туралы шындықты айтқан адамдар атылған болады. Патшалы Россияға хат жазған екен. Мына Қарақолдың өмірінде адамдар риза болмай жатыр. Біздің мал жайынан айырылдық, біз егіннен айырылдық. Біз өмір бойы өзіміздің еңбегімізден айырылдық деп, бұның кәдімгідей ұлт азаттық қозғалыс болған екен. Егер бұл жерде тарихшылар болса, сіздер естеріңізге сақтаңыздар. Бәрі айтып, Амангелді Иманов, немесе Торғайдағы, сосын Батыс Қазақстандағы ұлт азаттық қозғалыс, Қарақолда да ұлт азаттық қозғалыс болғанын естеріңізге салуыңыз керек. Келесі слайд. Яғни адамның етін жеген сондай өте бізге жат нәрсе болған. Мына Шұбартау деген жер бар. Осы жерде адамның етін жеген, оны Тұрар Рысқұлов Сталинге жазған хатында жазған. Тұрар Рысқұлов Баршатасты ғана жазған.
мына Қарақол, Шолпан осы айналада аштықтан адамдар қырылған, тұрар рысқұлов білмеген. Келесі. Патша өкіметі құлайды, сосын СССР өкіметі келген екен, Қазақстанда жағдай өзгереді. Енді біз қуанышты тойымыз 32 жылы ашылған Қарақол 90 жыл деп айтамыз. Әкім айтып отыр, Қарақол ауданы құтты болсын деп. Яғни Қарақол волость болған. Және Лепсіге қараған орталығы Верный, яғни бүгін Алматы қаласы болған. Күміс тәтеміз бар алмай тұр екен, үйіне тапсырып келдім, кешігіп қалғанына ғафу өтінем. Енді Қарақол ауылы жайлы көп айтылып жатыр ғой. Соның енді бір бастысы. Алдымен Қарақолдың қай жылы құрылғаны бізге белгілі болғанымен, оның алғашқы басшылардың кімдер болғаны бізге әлі де белгісіз. Талас пен тартыс көп. Архив құжаттары сақталмаған. Директорлардың есімдерінің белгісіз. Тек осы Қарақолда тұрған, қазір Ресейдің Орынбор жағында өмір сүріп жатқан Давыдов Василий деген жігіт бар, бізден 3 класс жоғары оқыған. Сол жігіттен мынандай деректер алдым. Ол жазып жүріп орысша. В 1951 году директора совхоза Попова арестовали, на эту должность поставили Забарина Василия Васильевича. Он совмещал 2 должности. После на должность директора прислали Горбачева Павла Александровича. Как-то Павел Александрович поехал в область, на совещание обещал привезти Василию Васильевичу награду. И он говорит, не надо мне награду привезти, мне отпуск нужен. Так как он много лет работал без отдыха, и это его очень сильно подкосило. Он заболел, будучи молодым, и умер, когда ему было 42 года. Как жасында. Демек, бүгінгі күні бізге белгісіз Василий Васильевич Забариннің Қарақол совхозына 51 жылдан директор болғаны. Осы 51 жылдан ғана бастап отырмыз біз. Оның алдындағыны біз білмейміз. Ал қарапайым адамдардың ішінде ең алғаш артелден өзіне бөлініп берілген шағын қойып лаққан Нұрғали Әйелбеков болатын. Артел жас жігіт Нұрғали Әйелбековтің алдына Байқұлақтан шығыс қалған шағын қой салып берді. Шындығында Байқұлақ дегендер мұның өзінің аталары. Демек өз малы, арқасында кигіз, белінде шелек, ақпан айында дала кезіп қой бақты. Малын жазып жүріп, қозы көштердегі жаман жақтасқа барды. Күннің көзі жылтексе үйілген саланың орнына барып киімдерін кептіреді. Одан әрі көк су жүріп құдық Айнабұлақ, Ұзынбұлақ бойымен жазда Сартеректі Байназар арқылы Шүрегөк абай бала басына барады. Қарақолдың ең алғашқы қойып баққан совхоздың керегесін келіп, уын шанышқан шын мәнінде осы Нұрғали Әйелбеков болатын. Бұл әрине Қарақол Гаухар Болатбайғасында Аяулы анасы, әрбір екінші баланың кіндік анасы Нұрғазина Бақтыгүл апай. Ауылымызда еңбек еткен ақ халатты абзал жандар туралы ой толғауы. Қарсы алыңыздар. Құрметті ауылдастар, құрметті Қарақолдың 90 жылдық тойына келген қонақтар, жастар, Қарақол түлектері, бәрілеріңізді осы мерейлі тоймен құттықтаймын. Бәрілеріңізге мықты денсаулық тілеймін. Бүгін айтып жатырмыз ғой, Қарақолға 90 жыл болды. Абай облысы болып атанып, өлгеніміз белгілі болып өшкеніміз жанып жатыр. Оның үстіне біздің дәрігерлердің төл мерекесі қатар кеп тұр. Сонда дәрігерлердің еңбек сағаты 90 жыл болды. Бәріне құтты болсын. Мен қысқаша айтайын, жаңағыдай алыптағы Мұхаммед Рахым Берқан айтқандай, Қарақолдың 90 жылдық тарихын 9 айда тексеріп айту мүмкін емес. Сол сияқты біздің денсаулық саласында біреу айтылса, біреу айтылмай жатады, біреу білмей жатырмыз. Ауыз екі былай ауыз әдебиеті сияқты жинақтадық. Қай жылдан болды екен де, енді еңбек еткен ауыл болғандықтан, о жерде де дәрігерлер болуы мүмкін, сондықтан біздің білгеніміз. Serek, Tamara, bu tülöktür, bir bitirip жатқан tülöktür. Biz енді ırımda bu kişilerge ak kalatın buna dergiler kiyizip жатыр.
шақырайық Бақтыгүл қайда? Шындығын айтса, Бақтыгүл осыдан 2 жыл бұрын дәрігерге дайындалған. Бақтыгүлдің еңбегі ерен. Енді ешқандай дәрігер, ешқандай медсестра бұндай нәрсені 50 жыл бойы қолына алған жоқ. Сондықтан Бақтыгүлде түлектер ашқан қазақтың ырымымен немере шөбере шөпшек кесіп Ардақта жер. Ардақты Камақ Бақдәулетқызы 10 қазан 1970 жылы Семей облысы Аякөз қаласында дүниеге келген. Абжанов атындағы Қарақол орта мектебін 1991 жылы бітірді. 1991-1996 жылдар аралығында Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтында хореография мамандығы, 2002-2007 жылдар аралығында Тараз мемлекеттік педагогикалық институты музыка мамандығы, 2007-2009 жылдар аралығында Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің психолог мамандығы бойынша дәріс алған. Қазіргі таңда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында музыкант және психолог маманы ретінде қызмет етеді. Жетістіктері республикалық, облыстық, аудандық жазба ақындар мүшәйраларының жеңімпазы. Шабыт сыйлығы Қазыбек Иса атындағы дипломда, облыстық, аудандық білім бөлімдерінің құрмет грамоталары, жылдың үздік ұстазы төсбелгісі Астана 2018, құрмет иесі медалі Алматы 2022 жылғы иегерлері. Шығармалары араб, қырғыз, түрік тілдерінде аударылған. Әлем халықтары жазушылар одағының мүшесі, Түрк әлемі жазушылар одағының мүшесі, ақын, республикалық тәжірибелі психология академиялық бірлестігінің мүшесі, психолог, мастер, тренер. Қарсы алыңыздар. Камакова Ләйля Бақдәулетқызы. 1977 жылы наурыз айында Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Қарақол ауылында дүниеге келген. 1994 жылы Абжанов атындағы Қарақол орта мектебін тамамдап, Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің журналистика факультетінде, Болашақ университетінде білім алған. Еңбек жолын радиожурналистикада бастаған. Қазақ радиосы, Хабар радиосы, Нашы радио эфирлерінде ақпаратты, танымдық, әдеби сазды бағдарламалар жүргізген. Қазіргі уақытта түркі халықтары жазушылар одағының мүшесі, ақын, өлеңдеріне әуен жазылып, ән болып шыққандары да бар. Ардақты ағайын, мынау дүбірлетіп өтіп жатқан туған ауылымыздың 90 жылдық торқалы тойы құтты болсын. Осы тойды ұйымдастырып жатқан ауылымыздың перзенттері аман болсын. Әр қайсыларыңыздың шаңырақтарыңызға шаттық тілеймін. Тек қана той томалақта жүріңіздер. Біз де елімізге тек қуанышты күндерге шашу шашып келе берейік. Бабаларымның бағзы мекені, туған жерім, елім, киелі Қарақолдың құрметті тұрғындары. Торқалы тойларыңыз құтты болсын. Сенісі күтпеген өлең. Армысың қат семейім, абыз қалам. Сырға толы әр тасы аңыз далам. Талайын әубет өтсе де бір басынан, сарсынып тау еш шағылмаған. Киелі жер, тәңірдің нұры тамған, ерке ертіс қарсалды тұнып алған, жағасында ала
Қабаныштың ізі жатыр толқынында Абайдың жыры қалған. Көне көзі ырысы байтақ елдің, Абай елі өмірге қайта келдің. Мен өзіне жырымнан шашу шашып, сұлу сырдың сәлемін айта келдім. Ақ парақта кеппеген қаламдағы, тілдесейін рухтар мен санамдағы, іздерімен жүрейін арыстардың, топырағына бір тиген табандары. Уыз жырға иген көкірегің, жер ана талай сыннан өтіп едің, топырағына келіп тұр аунап алғым, рұқсат етші киелім өтінемін. Бал-бал тасы шыр шеркер бағзым екен, өткен жылдар өрнегі қалды мекен, ұлылардың мекенін ұлағаттап, басым дейіп рухыңа тағзым етем. Сирек кездесетін жол менен менің артымнан ерген елігім, сіңілім Ләйла екеміз бір кітап шығардық. Атын Қос қарлығаш деп қойдық. Бұл кітабымызды біз әкеміз Құдабайұлы Бағдаулет әкеміздің рухына арнадық. Бұл кітапты біз 2 бөлімнен жасадық. Енді сіз кітап туралы сұрап тұрсыз. Бұның бірінші бөлімі қиял. Әке қиялы деп аталады. Себебі бізді әкеміз кішкентай кездерімізден осы бір поэзия әлемінде өте бір өзінің тұңғиық қиялы болды. Мен Қызылордада тұрам. Осы әкеміз келеді, сол кезде кішкентай бір жапырақ қағазы болады төс қалтасында. Соны маған айтады: "Әні, кішкентай қыз, мына бір өлеңді жазыпты, оқып көрейікші" дейді. Екеуміз талдаймыз әлгіні. Бірақ енді әкемнің бір сол кездегі бір арман емес, бір қиялын көрдім жанарынан. Енді ол кісі армандауға жетпеген шығар, Алланың бұйрығымен өмірден озып кетті ертерек. Одан кейінгі екінші бөлімі Ана арманы деп аталып, Ләйланың поэзиясымен жалғасып жатыр. Біз неге ана арманын қойдық? Осы жерде менің 80-нің сеңгірінен асқан алтын анамыз отыр біздің. Сол кісі бірнеше жылдардан бері бізге айтады: "Сендер әлдеңе жазатын көрінесіңдер, неге соны бір жерге жинамайсыңдар?" Неге деп қана жай ғана сұрақ қояды. Сол бір кішкентай сұрағының астында біз анамыздың үлкен арманы жатқанын білдік. Бәріміз білеміз, атақты Мұхтар Шахановта кішкентай кітабын әкелгенде анасын айтқан ғой: "Кішкентай кітабымды Ұлытауның жанына қойды апарып" деп. Бізде сондай бір кішкентай ғана кітабымыздың екінші тармағын ана арманы деп атадық. Мінекей бұл біздің оның бер жағында неге аты Қос қарлығаш? Әкеміз кішкентайынан 5 ұлдан кейін туылғаннан кейін ба Қос қарлығашым, қос аққуым деп еркелететін еді. Сондықтан біз Қос қарлығаш деп атадық. Рахмет сұрағыңызға. Тағы бір сұрақ қойсақ деп отырмыз. Ардақ апай, ақындық жаңағы өлең жазу сіздерге кімнен келген қасиет? Бұл енді үлкен сұрақ болды. Әрине қысқалау айтып өтейін. Бізге ақындық қасиеті менің ойымша екі жақтан ба деп ойлаймын. Енді біздің анамыздың шежіресіне қарасақ, біз мынау Ақтайлақ би ақтан берлі жырау дейді ғой. Сол ақтан берлі жыраудың тікелей ұрпағы екенбіз. Әкеміз жағынан келгенде. Бұл да енді үлкен қасиет деп ойлаймын. Оның бер жағында біздің анамызда сөз шебері. Шынын айтқанда, біздің анамыздың айтқан мақалдары мен ешқай жерден көрген емеспін. Өзіңіз шығарасыз ба десем, күледі де қояды. Сондай бір мақалдары бар. Ал әкеміз, сіздердің біріңіз біліп, біріңіз білмейтін шығарсыздар. Біздің әкеміз поэзияға өте жақын адам болды. Ол кісінің жарты блокнот дейін, енді бір блокнот емес, өлеңдері бар. Алла қаласа біз соны да жарыққа шығарамыз. Ол кісі жазбаған, тек айтып кеткен екен. Соны керек кезінде әркім жазып алған екен. Сондықтан біз осындай керемет ұрпақтардан тәлім алдық деп ойлаймын. Оның бер жағында мені мектепте 5-ші сынып оқып жүрген кезімде мен осы сахнаға келдім, киелі сахнаға. Бізде Шарипа деген апамыз болды. Мен енді ол кісіні байқай алмай жатырмын. Сол Шарипа апам мені Көкемен ұрпаздар үйірмесіне қабылдады. Ол кезде мен кіттай қызбын. Ол кісінің
саламатсыз ба? Сіздің есіңізде болмауы мүмкін. Ал менің есімде, мен үлкен спектакльде Ғайша деген 13 жасар қыздың рөлін ойнағам. Мінеке сол рөлді мынандай қызға өзінің терезесімен тең қылып, осы кісі маған беріпті сол рөлді. Сол рөлді ойнап шыққам. Әкем мен құл емеспін, жазығым қолыңды үстім, сатам десең, әкем болсаң да өмірлік сенімен өшпін деген атырып кішкентай үзінді есімде қалыпты. Сізге мен үлкен алғысымды айтамын. Сол кездерден бері өнер жолында да бір жағында жүрмін мен. Менің Райгүл деген апайым бар, сол кісі. Енді ол кісінің еңбегі өте үлкен мен үшін. Ол менің идеалым ол кісі. Одан кейін Бейбіт ағайымыз бар, Мұрат ағамыз бар, ол кісі өмірден өтіп кетті, менің әкемнің досы. Бүкіл біздің кластың балаларына өлең шығарғанда мен де баратын тұғым. Мұғалім маған да өлең шығарғыш десе, «Хай, Бағдәулет, шығармайым саған өлең» дейтін тұғым. Неге олай? Мүмкін ол кісі сол кезде біздің қалам тартқанымызды білген шығар. Рахмет сізге. Көп рахмет. Сыныпта енді сұрақтарымның көпшілігіне Ардақты апай жаңағы ақын болғандықтан шындегісін паш етіп жауап беруде осы жерде. Енді келесі сұрақты мен Ләйлә апайға қойғым келіп отыр. Ләйлә апай үндемейтін секілді. Ләйлә апай, шабыт келген кездегі ішкі жан дүниеңіздегі толқынысты айтып бере аласыз ба? Рахмет. Шабыт адамның дарынына, еңбегіне қанат бітіретін ұлы күш деген екен, Ілияс Есенберлин. Мен енді уақытты алмайын, ақынға қара сөзден өлең оңай дейді, бұл сұрағыңызға өлеңмен жауап берейін. Шабыт деп аталады. Мен қайтемін қамығып жабыққанда, түн көйлектің түймесін ағытқанда, зілмауыр ойдан көрпе жамылып ап, отырамын жанарда жағып таңға. Көңілімнің күмбезін мұң басқанда, оңаша өз-өзіммен сырласқанда, мұңлық түннен сүйретіп сүлдерімді, талықсып кеп көрсем зарлық таңға. Сансыз сұрақ миымда шырмағанда, түн-түнегі ұйқымды ұрлағанда, қиялдың құшағында тербетілем, жалғыз өзім қалғандай бұл ғаламда. Дәл келердей кей кезде сандырағым, мүжі бойды таңымда таң ұрамын, көзге түртсе көргісіз қара түнде жасырынып жүргендей аңдығаным. Шабытымның шұғасын шыр шығармай, ұмтыламын жинауға тыншыға алмай, алақаннан үмітті ұшырамын, үдесінен арманның бір шығармай. Шарабынан шабыттың ұрттай ішіп, әлемінде қиялдың құстай ұшып, дүниені кезіп кеп төсегіме, сілем қатып ұйықтаймын, мұрттай ұшып. Тамаша, көп рахмет. Ардақты апай мен Ләйлә апайға осындай ауылымыздың 90 жылдық мерейтойында келіп, осындай бізге қуаныш сыйлап отырғандарыңызға көп рахмет, алғысымыз шексіз дей келе, біз сіздерден поэзия әлемінен қонақ кәде сұрасақ. Қонақ кәдеге қашанда дайынбыз. Біздің кітабымыз әкеміздің рухына арналғандықтан 67 жыл деген өлеңімді оқып берейін. Біздің әкеміз 67 жасында дүниеден өтіп кетті. 67 жыл қоңыр күз, артыңда қалды тобыл қыз. Өшпейтін мәңгі шоғыңбыз, сырдан келді сыр тартып, өзіңе тартқан қоңыр қыз. 67 жыл ақ қысың, тілектес болып жатты шын, басыңа қонып бақ құсың, өмірлік серік болыпты анашымдай ақ құсың. 67 жыл көктемің, білмейде қапсың өткенін, кішіні інім деп сыйлап үлкенді кесіп өтпедің, сондықтан жалғыз болсаң да ұрпағыңмен көктедің. 67 жыл көктемің, ешкімді ғайбат сөкпедің, мейірім болды төккенің, Алладан шын тілеген, жайқалып тұр көк белің. 67 жыл нұр жазың, өмірді сүйіп жырладың, еңбек еттің тынбадың, жарқылдап жүрдің өмірде, бүгілмедің, сынбадың. 67 жыл нұр жазың, көбеді айтар сырларым, мойныңды бірақ бұрмадың, алыстан аңсап келгенде қызыңды күтіп тұрмадың. 67 жыл өмірің, жайқалып тұр егінің, дархан еді көңілің, қызыңға
качан келет деп аңсайды әке. Менігім 67 жыл ғұмырың, биік болды тұғырың, күннен де ыстық жылуың, өмірден сен де өттің ау, асылдан қалған сынығым. 67 маусымды көрдің де демің таусылды, жан едің биік таусынды, сағындым әке жұп-жұмсақ құлыным деген даусыңды. 67 жасыңда құлпытас қойдық басыңа, шақырып кәрі жасында ағайынды жинадық 15 жылдық асыңа. Жүретін едің сәнді қып, тұрсың ба көктеп паң күліп. Жүректе үнің жаңғырып, өлген жоқсың біз үшін, тірісің әке мәңгілік. Бір тайпелге пан әке, өзіңсіз атты таң әке, жаралған жаның біз үшін, жаннатта болсын жан әке. Қарекет жетім көрсең жебей жүр қорының ұйымдастырушысы, ұлы дала ел анасы орденінің иегері, 90 жылдық тойымыздың ұйымдастырушысы, ұстаз, тарихшы, сценарист, журналист, қадірлі де ардақты Шарипа Малғаждар қызы ел анасын, және де Тайжигитов Берікқан, Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі, өлке танушы ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Құрметті айналайын қос қарлығаш, ардақты мен Ләйла, құтты болсын, туған жерге келіп, әкеңді де көрдік, шешеңді де білеміз, қолынан тәрінде татқанбыз. Мен Фейсбукта бір жаздым ғой. Анау август айында біз ана жерде неде жүрміз, тұқым сеуіп жүрміз. Сол кезде сол кісінің үйіне барып шай ішкенбіз, тамақ ішкенбіз, мәселеге ішкен жегенде емес, бұл кісінің сол кезде қазы сақтап отырғанын таң қалғанмын, август айында. Бұл айтайын деген қолы ұсынықты, осындай балаларды, осындай қыздарды тәрбиелеп отырған ана мың жасасын. Бағдәулет ағаны көрдік, ана әкеміз алынып жатқан шығар қазір. Ет қызының осындай дәрежеге жетіп, осындай бүкіл Қарақолды аузына қаратып, бүкіл елді аузына қаратып, бүкіл өнер сүйер, өлең сүйер, поэзияны игерген еліміз құтты болсын. Ал құрметті ағайындар, мына жерде ауылымыздан қос қарлығаш түлеп үшін бүгіннің өз еліне тамған жеріне келіп отыр. Сабырлы да салмақты, білімді де жан-жақты, қос ақуым, аналық шын тілегім, бола бер әркез ардақты. Азамат бол еліңе қарайласар, қымызда жақса шыған сарайда шар, көп тілеуі көл деген ақыл сөз бар. Аналардың атынан бата алған ұзақ жасар деп, қос қызыма бір бата беріп, қазақтың қасиетті жай намазы. Өз атымнан және оның атынан, бұдан өткен жаулық ішінде жай намаз. Үйімнің көрінде бар. Амин. Бата десең ағайын, батаға сөз табайын. Қос қарлығашым келгенде, батамды неге аяйын. Данышпандай дана бол, ақ жаулықты ана бол. Еңбектерің болсын жемісті, өмірлерің болсын келісті. Шариғаттың жолымен Алла деп баста әрісті. Халқыңа қызмет етіңдер, армандарға жетіңдер. Қиын қыстау жерлерден аман есен өтіңдер. Аман болсын бастарың, ұзақ болсын жастарың. Дастарханнан кетпесін, дәмді де ағаластарың. Осы тұрған көпшілік байлықтарының балаларын биіктерге самғасын. Қанаттары талмасын, ары таза жары жас, құрбысынан қалмасын. Бабалардың дәстүрін, жақсылығын жалғасын. Кейін өскен ұрпаққа қос ақудың өнері мен өмірін барлығына жалғасын. Аман болсын халқым, асқақтай берсін, абырой мен даңқың деп. Рахмет. Таңдайларынан ақ, маңдайларынан бақ кеткесін. Амин. Жайнамаз көрімде мен әрқаша көпті болып жүрмін. Әулеттеріңнің ірі бол.
Елімнің суы болып, осы апаларымыз жақсы, бағып келсін. Ал анасы сізге сансыз рахмет, осындай қос ақу, қос қарлығаш өнерлі қыздарымызға бас иеміз. Келесі кезек Сәуле апамызға береміз. Құрметті ауылдастар, құрметті қасиетті Қарақолдың бүгінгі тойға жиналған қауымы, тойымыз құтты болсын, тойымыз той қыласын, еліміздің іргесі аман, көк байрағымыз биікке желбіреп, әмсе елімізде осындай бақытты тойлар тойлана берсін. Біз шаршағандарымызды сезіп отырмыз, сондықтан уақытты көпке созбай, бүгінгі күні сағат 15:00-де мектептің ішіндегі мектеп мұражайының ашылуына сіздерді шақырамыз. Бір ауыз ғана сөзіміз айтылатын. Ол мұражайды бір күнде жинап бітетін дүние емес, бір айда жинап толтыратын дүние емес, бір жылдық, бір ғасыр дүние керек. Сондықтан сіздерден өтініп сұрайтынымыз, біз 72-ші жылы оқу бітіріп, осы мектептің қара шаңырақтың астынан ұшқан қарлығаштар бүгінгі күні 50 жыл өткеннен кейін келіп, Алтынбия мектебімізге мынандай үлкен қошеметпенен сыйлық тартып отырмыз. Сол туралы ғана айтқым келеді. Еліміздің, жеріміздің қасиетін, елімізде шыққан батырларымызды танытқымыз келді. Халқымыздың береке бірлігін кейінгі өсіп келе жатқан жеткінші ұрпаққа жеткізгіміз келді. Сөйле жамандамаңыздар. Біреуіңіздің әкеңіздің суреті болмаса, анаңыздың суреті болмаса, оған еш жасымаңыздар. Кез келген әулет, Қарақолдың әрбір түлегі, Қарақолдың әрбір азаматы, азаматшасы өзінің ата-анасы жайында дүниені дайындап, үлкен альбомды жасап, мұражайға табыс ете алады. Соныменен біздің мұражайымызды жалғастыратын қазіргі осы Қарақол мектебінің жас жеткіншек балалары мен соларды өсіп өндіріп отырған сіздерге аманат етеміз. Мұражайдың негізгі тақырыбы ауылым алтын бесігім. Өлеңіміздің барлығы осы халықтың арқасы, біздің ұстаздарымыздың арқасы. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Міне осындай ұстаздардың арқасында 90 түлекті қойдық. Сіздер өткенде наз айтып жатырсыздар. Ол жерде ауылын қарап, азаматын қарап, ауылын таны деген тақырыпта 90 түлек аз болады. Қарақолды танытқан 900 мың түлек бар деп айтсақ, артық кемі жоқ. Сондықтан біз басымыз дейіп бүгін ұстаздарға қара шаңырақ мектебімізге алғысымызды айтамыз. Қазір мынау асханада мына түскі ас дастарханы жайылып тұр. Осыдан шыққаннан кейін бір кісідей сол жерге барып тамақтануға шақырамыз. Және енді мынау 72 түлектердің атынан тілекті мен бір ғана тілек өлеңменен сіздерге жолдауға рұқсат етіңіздер. Қарақолым, тойыңыз құтты болсын, халқым бүгін тойыңыз той қыласын, ұрпағымыз барлығы аман болып, барлығындай бір Алланы қолдап жүрсін. Дейін келеді ол аяқтауға болатын уақытта түс асқа жүріңіздер. Құрметті ауылдастар, бір минут уақыттарыңызды бөлсеңіздер. Осы қос қарлығаш кітабының тұсаукесер салтанатына орай кеңес одағында өмір сүрген әрбір 4-ші адам көз жұмды. Фашистерге қарсы соғысып, біздің болашағымызды қорғап қалған ардагерлеріміздің ерлігін еш уақытта ұмытпайық.
Сұрапыл соғыста қарша бұрыған оқтың астында соғыстың азабын көзімен көрген майдангер ата-апаларымызбен тылда күн түн демей еңбек майданда тер төккен елдегі қариялар менен әйелдердің буыны қатпай еңбекке араласқан балалардың ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Отан үшін отқа түсіп, жеңіске деген табандылықтарыңыз үшін, тылда таң сәріден тұрып, түннің бір уақытына дейін мазасыз ерен еңбектеріңіз үшін сіздерге, батырларға тағзым етіп басыңызды иеміз. Осы Қарақолды бүкіл әкелердің атынан құттықтап, бір ән жолдайық. Сыйлығымыз болсын. Әрқашанда жолдары болсын, қыз бала жаны жұрттық дейді. Өзге басқа Gülsüp şattırır Akıtımı özümden sanayım Aman tündür. Yaxşı. Hazır koyunca özünüze. Değil mi? Yalar çengesinin adım sana. Aydın geldi. Almadıdan geldi. Rahmet. Özüme de Allah baktırsın. Rahmet. Mamam aytı otur koy apkem dep size. İlaçın benim kendimi kındın gezgen özgür bir vakı doldurcukta. Sonra kısa yazda kelip ettik kelse. Törsonuku koy törsonuku. İşte ötüp atır ya. Kalay sizge nabat mı? Rahmet, rahmet, Allah razı olsun. Elime, jurtıma, halkıma rahmet, kerimet. Sizlerge rahmet, Mine kuanç qolasıp, toy qolasıp atır. Görüsüp, tanısıp, kavuşup atsan. Karakol, çarları üstüş budur. Toy küçtü ötüp atır. Bizim endi köz durgan kepa. Bozlar bağışı. O birden bitti. Ayem, Ayediyanın ayemini de sakin apaydım. Balamazın vaxtda kızarda bölgeni görürüz apa. Yaxlığın gada görürüz. Qanday vaqtda nasıl sen de bir terbiyeler. Soğanı oturur. Sizin açışın işin. Andak kazanayla kadar talak Karakol 90 yıl kutlu olsun.